Мына қараңыз, қолымды ауыртып қойды, маған айғайлап жатыр. Вы снимаете, какое имеете право вообще? Вы какое имеете право Сейчас снимать? Да, я полицию сейчас шахрам. милицию вызываю. Да, Вы какое имеете право Слушай, меня больная, снимать? что ли? Да, иди отсюда вообще. Все, идите. Иди вообще отсюда, выгоню тебя. Иди вообще отсюда. Иди вообще отсюда. Ты какое что, имеешь право меня снимать? Аквалаб деген лабораторияға келдім. Сағат 9-да. Сонда қызметкері қазақ қыз қазақша қызмет көрсетпеді. Мен оған қазақша сөйлеңші деп өтіндім. Бірақ ол на каком языке хочу, на таком говорю деп айтты. Сосын мен оны видеоға түсіре бастап. Ол пошла вон отсюда, не буду тебя обслуживать деп менің сумкамды сүйреп лақтырмақшы болды. Мен сосын сумкамды алып қалып ем. Ол мені ішіме теуіп жіберіп, мені ұра бастады. Мына қолым қанап қалды. Және де қараңыздар, қолым көгеріп қалды. Мына қолым көп көгеріп қалды. Көрініп тұрған шығар. Мына қолым көгерді. Мына жерде де қараңыздар, қырнап тастады қолымды. Жап-жас қыз осылай істеді. Қараңыздар. Мен сосын полиция шақырдым. Мына 1 сағаттан асып та кетті. Әлі де келген жоқ полиция. Және де жергілікті полициясының басшысы телефон соғып еді. Ана жолға автобуста қазақша қызмет көрсетпеген жағдайларға байланысты. Сосын мен ол кісіге де айттым. Осылай полиция келмей жатыр әлі де деп. Жоқ полиция. Қараңыздар. Кезекші прокурорға Өскеменнің телефонын соғуға тырысып, алмады олар. Осындай масқара жағдай болып жатыр. Қазақша қызмет өтіну адамның денсаулығына және де өміріне қауіпті болып жатыр Өскемен қаласында. Осы видеоны таратуға сіздерден өтінемін, таратыңыздаршы. Енді әйтеуір кешке дейін полиция келеді деп үміттенемін. Өзім ауырып жүредім. Мына жерден де көрініп тұрған шығар. Салмағым қанша азайып кеткені.